дәрігерлердің алғашқы 5 жылы қауіпке толы деп, ал медбикелердің бұндай жұмысқа көшуінде енді қандай қауіп қатер көріп тұрсыз өзіңіз? Енді бұл жаңалықты оқыған халық әлеуметтік желілерде енді өздерінің қорқыныштарын білдіріп жатыр. Енді ол да түсінікті, себебі менің ойымша бұл өзгерістерді денсаулық сақтау министрі дұрыс халыққа жеткізген жоқ. Оны дұрыстап түсіндіру керек. Оны мысалы мен емес, денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері күнделікте жаңағы ақпараттық жүйелерге шығып халыққа түсіндіру қажет, себебі мынау түсініксіз, әрине көп осындай сұрақтар қозғайды. Тағы да айтайын, әрине бұл осындай функцияларды көтеру үшін мейірбикелерді арнайы алдынан ала оқыту керек. Ол бәрі бекітілген белгілі мәселе. Сонымен әрине ол да осындай жауапкершілік мәселелері оның ішінде бекітілген. Бір жағынан медициналық мейірбикелердің қазіргі оқу бағдарламасы өте ұзақ және сондай нақты түрлі біліммен және тәжірибенің негізделген. Мысалы, дәрігер 5 жыл, 6 жыл оқыса, мейірбикелер 3-4 жыл оқиды. Сонымен осындай жауапкершілікті көтеруге менің ойымша білімдері жеткілікті. Әрине бұл функцияларды этаппен енгізеді. Әрине әрбір осындай жұмыстарды сол учаскелік дәрігерлер өздерінің бақылауында ұстайды. Әрине негізгі жауапкершілік бәрібір сол дәрігердің басында болады. Сонымен әр дәрігер осы өзінің участоғы енді стандарт бойынша 3 мейірбике болу керек қой. Сол мейірбикелердің жұмысын бақылауға ұстау қажет, себебі бұл жауапкершілікті осы медициналық қызметкерлерден дәрігерлерден ешкім алмайды. Науқастардың алдында жауапкершілік біріншіден барлық сол медициналық команда, мейірбике болсын, дәрігер болсын, осы медициналық мекеменің басшылық болсын, ол бәрі арнайы нормативтік құқық актта жазылған, бекітілген. Соны қорқатын ештеңе жоқ. Бұл өзгерістерді шетінен енгізуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар енді қазіргі уақытта белгілі заң іске асырылып жатыр. Ол медициналық қызметкерлердің жаңағы кәсіби жауапкершілігін сақтандыру. Осы жаздан бастап бұл заң іске асырылатын болады. Әр медициналық мекемелерде дәрігерлер және мейірбикелер міндетті түрде өздерінің жаңағы кәсіби жауапкершілігін сақтандырылатын болады. Осындай кейбір мысалы науқастардың денсаулығына әсер болса, оны арнайы сақтандыру компаниялар төлейтін болады. Бірақ әрине оған жетпейді деп біз үміттенеміз. Бірақ бұндай механизмда енгізілді. Жақсы. Осы Ержан мырза, енді сіз біз дәрігер қолынан адамдар қаза тауып жатса, дәрігерлерге жауапкершілік қолданбауымыз керек. Бұл мед жұмысшылардың жұмыс жасауға деген мотивациясын төмендетеді деп айтып едіңіз, 6 жыл бұрынғы сұхбатыңызда. Енді осы Гиппократ антын ұстаған, әр халаты адам өмір үшін жауапкершілікті өз мойнына алмаса, олардың жұмысының салғырттығы арта түспей ме деген бір сұрақ. Біріншіден Гиппократтың жаңағы анты ол заң емес, ол нормативті құқық акті емес, ол әшін бұрыннан келе жатқан дәстүр. Сонымен қатар әр біздің дәрігер медициналық университет бітіргенде қазақ дәрігердің антын беретін болады. Ол да жалпы моральдық дәстүр деп айтуға болады. Осындай жаңа сіз айтқан жағдайда дәрігерлік қателік немесе медициналық инцидент болса, соның негізінде науқас қайтыс болса немесе денсаулығына сонда қатты әсер етсе, әрине жауапкершіліктен ешкім босатпайды.
бірақ біздің конституция бойынша жауапкершіліктің түрлері бар. Мысалы, қылмыстық жауапкершілік, сонымен қатар азаматтық, административтік жауапкершілік. Сонымен біз айтып отқан менің принципиалдық позиция сол дәрігер немесе медициналық қызметкер өз жұмысын дұрыс істеуге тырысып, барлық мүмкіндіктерді пайдаланып сондай көмек көрсетсе, бірақ соған қарамастан түрлі себептермен науқас қайтыс болса, бұнда ешқандай қылмыстық жауапкершілік болмау қажет. Біздің қылмыстық кодекста түрлі осындай баптар бар. Мысалы, медициналық қызметкер науқасқа, күрделі науқасқа немесе жалпы әр науқасқа көмегін көрсетуге бас тартса, оның қылмыстық жауапкершілігі бекітілген. Одан ешқандай қарсылық жоқ, ол дұрыс жауапкершілік деп ойлаймын. Бірақ сонымен қатар басқа да бап бар, 317 бап. Сол бапта жазылған, егер медициналық қызметкер өзінің кәсіби жауапкершілігін пайдаланып дұрыс көмек көрсетпесе, сол көмектен науқастың денсаулығына қатты әсер болса, сонда оған да қылмыстық жауапкершілікке тартылады ол жаңағы медициналық қызметкер. Бұл мен принципиалдық түрде келіспеймін, ол дұрыс емес. Себебі ешқандай, мысалы, умысел дейміз ғой, осы науқасқа әсер ету ойы болған жоқ, тек қана науқасқа көмек көрсетем, өзінің парызын атқарам деген медициналық қызметкерлерді сотқа одан кейін жауапкершілікке тарту дұрыс емес. Негізгі себебі, әр дәрігерді алсақ, ешқандай дәрігер ең белгілі маман, профессор, тәжірибелі маман болса да, ешқашан 100% менің емім дұрыс нәтижеге жеткізеді деген ешкім бере алмайды. Себебі әр адамның өзінің ерекшелігі бар, әр аурудың өзінің ерекшелігі бар. Түрлі жағдайда объективтік жағдайлар болады. Мысалы, сол медициналық мекемедегі өзінің түрлі құрал жабдықтармен, мысалы, құрал жабдықтар медициналық оборудование жеткіліктігі, түрлі дәрмек немесе технологиялар. Соның бәрін, сол барлық себептерді дәрігердің мойнына іліп, сол дәрігерді сотқа апарып, одан кейін түрмеге отырғызсақ, ешқандай біздің елімізде, халқымызда ешқандай дұрыс медицина болмайды, ешқашан. Бұл практиканы біз тоқтатуымыз қажет. Бұл менің принципиалдық позиция. Жаңағы басқа жауапкершіліктер бар, мысалы, кәсіби жауапкершілік, сондай қателер, мысалы, қайталанса, бұндай дәрігерлерден диплом алуға болады, медицинада жұмыс істеуге тыйым салуға болады. Азаматтық, жаңағы иск деп отырмыз, ол түрлі материалдық төлеу, штраф және басқа да жауапкершілік мысалы пайдалауға болады деп ойлаймын.